Ал енді әрине тойдың тақырыбын келісіп алайық ағайын. Бүгін керемет той болып жатыр. Енді тойға қарап отырсақ, маған қарағанда сіздер тойға көп барасыздар. Неше түрлі әнші, неше түрлі биші, неше түрлі асабаларды көресіздер. Бірақ кейбір тойға барсаңыздар, мазаларыңыз қашып кетеді. Мен сияқты бір тамада келеді да, мазаларыңыз алады. Ағайын шапалақ деп. Ана тамадан ұстап алып шапалақпен салып, үйіне қайтарып жібергім келіп отырады. Содан да келісіп алайық, мен шапалақ сұрамаймын. Егер көңілдеріңізден шығатын ән айтсақ қана, көңілдеріңізден шығатын билесек қана, көңілдеріңізден шығатын жақсы әңгіме айтсақ қана, шапалақ ұрыңыздар. Артық шапалақтың қажеті жоқ ағайын. Келістік па? Әдемі емес па, я? Мынау адам баласы бай болсын, кедей болсын, ол мейлі әкім болсын, мейлі қарапайым жұмысшы болсын, ол ешқашанда мәңгі бақытты болмайды ағайын. Оның тек қана бақытты сәттер ғана болады. Өзің бақытқа жеттің келсе, біреуге бақыт тіле дейді. Сол кезде пәленбай періште де саған да соны тілеймін дейді. Сол айтпақшы, бағалай білменге бақ қонбайды, қуана білменге құт қонбайды дейді. Ендеше бүгінгі тойға шынайы қуанып келген жандарға алғысымыз шексіз дейміз. Ғани Мұратбаев айтады ғой, таңның атысынан күннің батысына шейін бір адамға болса да пайдаңды тигізуді ойлан дейді. Егер пайдаңды тигізуге шамаң жетпесе, зияның тигізбе, оның өз үлкен бір нығмет дейді ағайын. Тойға келгеннен кейін бір-бірімізге пайдамыз тигізіп отырайық. Бір-бірімізге әдемі күліп отырайық. Мұсылманның мұсылманға 6 қарызы бар екен, білесіздер ғой? Мұсылманды көргенде сәлем беру керек, жағдайын сұрау керек, жымиып күлу керек дейді. Сонда да біз қазір мына заманда күлмей қағамыз. Бір-бірімізге күліп те қарай алмаймыз ғой ағайын. Лифтіге мінсек, ана адамды зерттеп отырамыз. Сондықтан да қасымыздағы адамдарға күліп, әдемі жымиып отырғанның өзі бір құрмет ағайын. Тойға барамыз кейде. Танымайтын біреудің қасында отырып қаламыз. Танымайтын біреудің қасында отырамыз, бірақ танымасында бір приятно болып қалады. Судан құйып береді, салаттан салып береді, жесеңші, алсаңшы деп отырады. Ана адам танымасаң да бір жақсы көріп қаласың, қандай приятно болып қалады. Кейде наоборот болып жатады. Біреудің қасында отырасың, анау саған салат салып бермек түгілі, суда құйып бермейді. Тұрып алып сен құйып бере қояйын десең, айғайлап береді. Үстімді былғайсың, тыныш отыршы деп. Тойға барғаныңа өкін, ана адамды жек көріп кетесің. Сондықтан да қасымыздағы адамдарға зиянымыз тигізбей отырайық. Мынау енді мен жалпы өмірде 3 адамнан қорқам. Біріншісі, күлмейтін адамнан қорқам. Күлмейтін адам өмірдің мәнін, қызықшылығын білмейді деп оғам. Екіншісі, көзіне жас алмайтын адамнан қорқам. Көзіне жас алмайтын адам біреуге жаны ашымайды деп оғам. Мынау енді Бауыржан атамыздың өзі айтқан ғой, көзіне жас алмайтын адамды ешқашанда билікке жақындатпаңдар дейді. Ол ешкімге жаны ашымайды дейді. Және де үшіншісі, біреудің қуанышына келіп, шынайы қуана алмайтын адамнан қорқам ағайын. Бүгінгі тойға ойлаймын, шынайы қуанып келген жандар ғана келді деп. Егер шынайы қуанып келген жандар болса, сол шынайы қуанып келген жандардың шаңырағында жоқ дегенде жылына 7 тойдан болсын ағайын. Бола ма? Ай, бәрекелді. Міне, келін сүріңіздер, немерелі болыңыздар, бесік той жасаңыздар, қыз ұзатыңыздар. Және де ата-аналарыңызға той жасауды нәсіп қылсын. Және де Алматыда енді мына заманда өмір сүру қиын емес, қоныс той жасаңыздар ағайын. Әрбір қазақ бірінші қоныс той жасасыншы. Әрбір қазақ баспаналы болсын ағайын. Дұрыс па? Сондықтан да ағайын, осындай той баршамызға жұғысты болсын дейміз ағайын. Мынау әзілдің жарасы атаңмен ойна дейді. Бұрама жол жүрмекке жақсы, әзіл сөз күлмекке жақсы дейді. Тойға келгеннен кейін күліп отырайық, ішімдегін таптамай. Мынау